Баршамызға қайырлы күн қыздар. Бүгін өте оңай жолмен тігілетін халатты үйрететін боламын. Бұл халатты әртүрлі матадан тіге берсеңіздер болады. Трикотаждан және штапельден және басқа да маталарды қолдансаңыздар болады. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен қазір штапельден тігуді көрсететін боламын. Алдыменен жеңге арнап осындай екі жолақ кесіп аламыз. Оны ішінен дублеремен жабыстырып, ортасынан үтікпенен үтіктеп, және де халатымызды толығымен 4 жіптік оверлокпен тігіп шығатын боламыз. Назар аударыңыздар. Міне 4 жіптік оверлокпенен қазір тігіп аламыз жолағымызды халаттың жеңіне. Енді дәл осы тігіп алған жолағымыз әдемі болып жатуы үшін шетіне прямо строчкаменен тағы да бір рет тігіп шығамыз. Және осы линияны үтіктеп аламыз әдемілеп. Осындай әдем болып шығады. Жеңіміз осыменен дайын болады. Келесі ретте киімнің алдыңғы бөлігін жасауға көшеміз. Бұл жерде рельефтің жалпақтығымен бірдей етіп, екі қалтаны алдын ала кесіп аламыз. Оған екі жолақ дайындаймыз. Дәл жеңге тігілгендей етіп, жолағымызды бірінші 4 жіптік оверлокпен, содан кейін прямо строчкаменен жақсылап тігіп үтіктеп аламыз. Оны алдын ала белгіленген жерге жақсылап қойып, рельефке орналастырып алуымыз керек. Ол үшін бірінші қалтамыздың астыңғы бөлігін бүктеп, булавкаменен қыстырып, жан-жағын бекітіп аламыз және үш жағын жақсылап машинкаменен тігіп шығамыз. Міне мынандай болып шығу керек сол кезде. Енді халатымыздың алдыңғы бөлігін құрастырамыз. Ол үшін алдыңғы бөлігіне рельефті апарып, тағы да 4 жіп оверлогымызбенен тігіп шығамыз. 4 жіп оверлогыңыз жоқ болса, бірінші машинкаменен строчка беріп алып, одан кейін ғана 3 жіп оверлокпенен оверлоктап шықсаңыздар болады. Міне мынандай болып әдем болып шығады. Қалтамыз дайын болды, алдыңғы бөлігіміз дайын болды. Енді халатымыздың артқы бөлігін рельефпенен қосып шығамыз. Бұны да дәл солай 4 жіптік оверлокпенен қосатын боламын. Міне артқы бөлігіміз. Енді алдыңғы бөлігімізбен артқы бөлігімізді қосамыз. Ол үшін ең бірінші иықтарындағы тігістерін біріктіреміз. Иықтарындағы тігістерін кәдімгі басқа тігістер сияқты 4 жіптік оверлокпенен біріктіріп алатын боламын. Одан кейін бұл жерге енді жеңді тігуіміз керек. Жеңнің алды және артын өздеріңіз белгілеп алған бойынша жақсылап орналастырып алып, былайынша жайып аласыздар дағы. Одан кейін булавкаменен қадап отырып, бекітіп алып, одан кейін 4 жіп оверлокпенен тігіп шықтым. Міне сонда біздің енді халатымыздың жәніндегі тігісі толығыменен ашық күйінде қалды. Осылай жасаған техникада бұл киімнің өте тез тігілуіне көмектеседі. Міне жеңнің басынан бастап етегіне дейін бір ғана тігіспенен тігіп шығамыз. Сонда біздің халатымыз өте тез және оңай дайын болатын болады. Ендігі кезекте халатымыздың мойыны қалды. Мойынды дәл солай етіп, алдын ала дайындалып алған жолағымызбенен тігіп шығамыз. Бұл жолақты орналастырған кезде жолағымызды сәл тартып отырып тігетін боламыз. Жолақты орналастырғанда дәл сондай техникаменен тігеміз. Енді алдын оверлоктап алғаннан кейін оған өте ұзын замокты орналастырамыз. Жай ғана прямо строчкаменен бір рет тігіп шығамыз. Замоктың артылған жерін артқа қарай қайырып, әдемілеп жолағымыздың артына жасырып қоямыз. Сонда осындай әдемі халат болып шығады. Міне енді біздің етегіміз ғана қалды. Міне замоктан артылған жерін артқа қарай қайырып бір рет тігіп қойғанбыз. Енді етектің ұшын 2 рет қайырып осылай тігіп шығамыз. Соныменен халатымыз дайын болды. Бұл халатты әртүрлі матадан жасасаңыз болады. Мысалға мынау халадоктан жасалған, бамбуктан жасалған және де қалың трикотаждан жасалған. Барлық халаттың тігілу жолдары бірдей. Егер де мен сияқты штапельден жасағыларыңыз келсе, штапельді өте кең етіп кесуді ұмытпаймыз. Себебі тар болған жағдайда штапельдің барлық тігістері жыртылып кетеді және де бұл матаны жуған сайын кішірейтінін ұмытпаймыз. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.